Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін триличе немесе три молока деп аталатын пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер мен сияқты ылғалды бисквитті тәттілерді жақсы көретін болсаңыз, бұл пирог сізге арналған, міндетті түрде жасап көруіңізге кеңес беремін. Менімен бірге болыңыздар. Әр аптада жүктелетін жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз. Ең алдымен бисквит дайындаймын. Ол үшін ыңғайлы ыдысқа жұмыртқа, қант және де ыстық қайнаған судан 5 ас қасық қанттың үстіне құямын. Жұмыртқалар бөлме температурасында болуы қажет, ал қайнаған ыстық су қанттың жылдамырақ еруіне көмектеседі. Осылай блендермен жақсылап шайқаймын, көлемі 3-4 есеге үлкейіп көпіреді. Менің жұмыртқалы массам дайын болды. Маған шамамен 10 минуттай уақыт кетті. Міндетті түрде ішін тексеріп қараңыздар. Ешқандай түбінде сұйықтық болмау керек. Масса тек көбіктен тұру керек. Құрғақ ингредиенттерді ұн, жүгері крахмалын, ванилин және разрыхлительді салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырып, ситадан 2-ге бөліп жұмыртқалы массама саламын. Ендігі кезектегі маңызды мәселе ұнды араластыру барысында жаңағы көбіктерді түсіріп алмау. Ол үшін мүмкіндігінше силиконды күрекшемен араластыру қажет, абайлап астынан жоғары қарай алып отырып, немесе венчикпен араластыратын болсаңыз, видеода көрсетілгендегідей, яғни астынан жоғары қарай алып, ішінен массаны түсіріп тастап, солай қайталап отырып араластырамын. Миксерді қолдануға мүлдем болмайды. Себебі миксер ауа толы массамызды түсіріп тастайды, соңында пирог немесе бисквит біз қалаған формада көтерілмейді. Дәл солай ұнның екінші бөлігін салып, процесті қайталаймын. Дайын қамырды табаны мен жандарына жақсылап сарымай жағылған формаға орналастырамын. Менде форманың размері 30-30, бірақ бисквит өте қатты көтерілгендіктен бұл форма маған кішігірім болды. Сондықтан бұдан үлкен форманы пайдалана берсеңіз болады. Бетін тегістеп, 180 градуста жақсылап қызып тұрған пешке 30-35 минутқа жіберемін. Осы уақытта карамель жасауға кірісемін, себебі карамельдің суына маған уақыт керек болады. Табаны қалың ыдысқа қантты салып, орташа отта ерітемін. Қант шеттерінен ажырап ере бастағанда, мүмкіндігінше ағаш қасық пайдаланған жөн, жақсылап араластырып отырып, толық қант ерігенше күтемін. Карамель дайындауда алысқа кетпей өте мұқият болып жанында тұрыңыз, және де алдын ала қосатын ингредиенттердің барлығын дайындап қойыңыз. Себебі бұл өте тез процесс, қант ери сала бірден бөлме температурасындағы сары майды қосып араластырамын. Осы уақытта қатты бұрқылап жан-жаққа шашырауы мүмкін, сондықтан сабы ұзын қасық пайдаланыңыз. Осы уақытта басқа плитада 33% кілегейім қызып дайын тұр, ол үшін микроволновканы пайдалануға болады. Яғни қайнатпаймыз, жай ғана қатты қыздырамыз, немесе ысытамыз. Азыздан қосып араластырамын. Сливкеді қосқанда да ол бұрқырайды, одан қорықпаңыз, ол солай болуы қажет, тек қана өзіңізді кішкене алысырақ ұстаңыз. Карамель дайын болғанда, яғни сливке жақсылап аралас болған соң, бірден басқа ыдысқа карамельді ауыстырамын. Карамель туралы нақты білгіңіз келсе, жеке соған арналған ссылканы жоғарыда қалдырамын. Карамель туралы видеомды қарап шығыңыз. Енді пропиткасын дайындаймын. Ол үшін 3 стакан сүтке 1 стакан кілегей құямын. Және де 3 немесе 4 қасық өзіңіздің қалауыңыз бойынша сгущенканы қосып араластырамын. Бұл десерттің три молока деп аталуының себебі де осы пропиткасына 3 түрлі сүттің қосылуынан. Мен бисквитті духовкадан алып 10 минуттай суыттым. Бірден ыстықтай құюға болмайды, іші қамыр болып кетуі мүмкін. Сондықтан 10 минуттай суығаннан кейін ғана пропитканы құямын. Бисквиттің қалай көтерілгенін өздеріңіз көріп отырсыздар, сондай жеңіл. Пропитканы құйғанда өзіне губка сияқты бірден сіңіріп алып жатыр. Еш жерін тескен жоқпын, бисквитті де төңкерген жоқпын. Өзі сондай жұмсақ және воздушный. Пропитка көп сияқты көрінуі мүмкін, бірақ ол олай емес, сондықтан қорықпай барлық жеріне молынан етіп төге беріңіз.
Кремі үшін 33% гликиді қойланғанша миксерлеп бетіне жағамын. Оның орнына крем шанти немесе қою қаймақты жағып шығуға да болады. Кремді орналастырғаннан кейін бетін жидектермен әсемдеп, пропиткасы толық сіңгенге дейін 2 сағаттай уақыт беріп, ұсына берсеңіз болады. Немесе мен сияқты ары қарай барам десеңіз, кремді тегістеп жағып шыққан соң тоңазытқышқа 15 минутқа жіберіңіз, сонда кішкене беті құрғап қатады, тек содан кейін ғана бетіне карамель орналастыру оңайырақ болады. Немесе ұсынар алдында да карамельді құйып жанына соус ретінде беруге болады. Фантазияңызға қарай карамельмен қалауыңыз бойынша әсемдеуге болады. Менде уақыт тығыз болғандықтан крем қатпай жатып, бірден бетіне карамельді орналастырдым, және бетіне толық жағып шыққым келді. Кейбір жерлері көтеріліп кетті, бірақ мен үшін ол проблема емес. Және де келесі жолы жасағанда карамельде сливкидің мөлшерін көбейтетін боламын. Карамель кішкене аз болып қалған сияқты, яғни бетіне толық жағып шығу үшін. Және де алып қалған сливкимен осылай әсемдедім. Шамамен бір ас қасықтай ғана сливки алып қалған болатынмын, соны кондитерлік қапқа орналастырып, жіңішке етіп кесіп, осындай жолақтар орналастырдым. Және де зубочисткамен бір-біріне қарама-қарсы бағытта өтіп шықтым. Әр өткен сайын зубочистканы сүртіп тұру қажет. Осымен 3 личе немесе 3 молока дайын, кем дегенде 2 сағатқа немесе 1 түнге қойып, ұсына берсеңіз болады. Ең идеальный, яғни орта жағындағы бөлікті алып көрсеткім келді. Пропиткасы сіңген, өте жеңіл әрі өте дәмді. Құрамдардың нақты мөлшері әдеттегідей видеоның төменгі жағында, описание бөлімінде жазылған. Каналыма қолдау көрсету үшін лайк басыңыздар, және де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.